Мен қазір Қосшағыл ауылымыздың емханасының бас дәрігері Тағабаев Темірбек Атырықбайұлымен сұхбат алуға келдім. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Арал Айнұр. Мен экологияны зерттеу барысында сізге бірнеше сұрақтарым бар. Осы экологияның ластануынан зардап шеккен адамдар туралы не ойлайсыз? Оның алдын алу шараларын білесіз бе? Сәлеметсіз ба? Менің есімім Темірбек Артықбайұлы Тағабаев, Қосшағыл дәрігерлік амбулаториясының аға дәрігері боламын. Сіздің қойып отқан сұрағыңыз өте орынды. Қазіргі таңда экологиялық ластану әлемде ең үлкен сұрақтардың бірі болып табылады. Біз әрине медицина саласынан жауап беретін болсақ, бұған көптеген аурулар себепші болады. Соның біріншісі астма, сосын аллергиялық риниттер, күзгі, көктемгі экологиямен тікелей байланысты. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Арал Айнұр. Біздің осы Қосшағыл ауылымызда қандай экологиялық мәселелер бар деп ойлайсыз? Сәлеметсізге, мен осы ауылдың ластануы, ауаның ластануы не деп ойлаймын? Осы біздің ауылымызда теңіз кен орны бар, газ шығарылуының ластануынан деп ойлаймын. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Арал Айнұр. Осы Қосшағыл ауылымыздың экологиялық мәселесі неден болып жатыр деп ойлайсыз? Сәлеметсің бе? Менің ойымша ауаның ластығы мен мына қоқыстың көптігінен деп ойлаймын. Көп рахмет.